Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында керемет, тәбетті ашатын, өте тартымды, дәмді салатпенен рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдыменен барлық қажетті көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң баклажанымызды араларын кесіп, ұсақтап турап аламыз. Дөңгелек формада турасаңыздар да болады. Мен кішкене ұзыншалау квадрат формада, яғни төртбұрышты ұзыншалау формада осындай турап алдым. Дайын болған баклажанымызды ыдысымызға салып, үстіне тұзымызды салып, салқын суымызды құйып, 10 минутқа қойып қоясыздар. Және 10 минуттан соң суын төгіп аласыздар. Үстіне осындай крахмал салдым. Сол кезде, қуырған кезде баклажандарыңыз езілмейтін болады. Жақсылап араластырып аламыз. Отқа қазанымызды қойып, майымызды құйып қыздырып, осылай сыйғанша салып, айналдырып қуырып аламыз қызарғанша. Дәл осылай қуырып аласыздар дағыны, сүзіп, үлкен ыдысымызға қайтып салып аламыз барлығын. Осылай қуырып аламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Арасын кесіп, мысалы ұзынша етіп, жіңішкелеу етіп турап шығамыз. Сарымсағымызды майдалап турап аламыз одан кейін. Сарымсағымыз салатымызға ерекше дәм береді қыздар. Міндетті түрде қосыңыздар. Қиярымызды турап аламыз. Екі басын кесіп, ай формада турап шықтым мен. Қаласаңыздар, дөңгелек формада турай берсеңіздер де болады. Барлығын осылай біркелкі формада турап алдым. Қызанағымызды тураймыз енді. Ортасындағы өзегін алып тастайсыздар міндетті түрде. Тәтті бұрышымызды тураймыз осылай, жіңішке ұзын қылып. Ортасынан бір бөліп жібердім. Енді сәбізімізді үккіштен өткізіп, жақсылап өткізіп аламыз осылай ұзынша етіп. Ас көктерімізді тураймыз майдалап. Ащы бұрышымызды тураймыз келесі кезекте майдалап. Дәнімен қосып жүрдім. Дәнімен қоссаңыздар, ащысы жақсы шығатын болады. Енді дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, татымына қарай тұз қосамыз жақсылап. Күнжіт қосамыз кішкене. Ерекше дәм береді салаттарыңызға қыздар. Енді сұйық майымызды құямыз. Майларыңыз міндетті түрде иіссіз болуы қажет. Жақсылап енді тұзы сіңгенше араластырып аламыз. Кішкене уксус құйып жібердім салатымызға. Ерекше дәм береді. Міне осыменен салатымыз дайын. Үстіне әдемілік үшін күнжіт тағы да сеуіп шықтым. Маңызды емес қыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Өте тез дайындалады. Және тәбетті ашатын керемет дәмді салаттардың бірі. Сіздерге видео ұнап жатса, төменде комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.